Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге бір рецептен осындай екі түрлі сүзбе қосылған ватрушка менен жұп-жұмсақ осындай круассан дайындайтын боламыз. Ең алдыменен шұңқыр ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қант салып, жақсылап араластырамыз. Жылы сүтімізді құямыз, тұз саламыз, ванилин, құрғақ ашытқымызды және де сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз да үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды орап, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Енді біз ватрушкамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізді алып, 1 жұмыртқаны шағып, қант салып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне, біздің қамырымызда көтеріліп қалды. Оны біз 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігінен осындай кішкентай видеода көрсетілген сияқты күлшелер жасап аламыз. Оны формамызға орналастырып, бокалдың көмегімен ойып шығамыз. Дайындап қойған сүзбемізді салып шығамыз. Ватрушкаларымыз жақсы көтерілу үшін 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Сосын жұмыртқа жағып, пешке 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Қамырымыздың екінші бөлігін алып, 3-ке бөліп, осылай жұқалап жайып шығамыз. Араларына бөлме температурасында тұрған сары майымызды жағып аламыз. Енді осындай бөліктерге бөліп шығамыз. Сосын салмасын салатын боламыз. Енді сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға орай шоколад, не болмаса тосап салсаңыздар да болады. Мен қоюлатып қайнатылған сүтті сала салдым. Видеода көрсетілген сияқты круассандарымызды жасап аламыз. Сосын бетіне жұмыртқа жағып, пеште пісіріп аламыз. Достар, менің рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне, біздің круассан мен ватрушкаларымыз дайын болды. Ас болсын.